Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Биыл Қазақстандағы тұрмысы төмен азаматтардың саны өскен. Бұл туралы еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Өткен жылдары кедейлердің саны 4,9% болса, биыл олардың саны 5,5% болды. Инфляцияның жоғарғы болуы азаматтардың табысын алып қойып жатыр. Олар қаражатының көбін азық-түлік себетін алуға жұмсауда. Мысалы, 150 мың теңге десек, қазір осы ақшаның 60-70% азық-түлікке жұмсалады. Осылайша отбасының одан әрі дамуы үшін қалатын қаражат азайды. Әрине, бұл жағдай әрбір отбасының бюджетіне әсерін тигізеді, деді Тамара Дүйсенова ОКК-да өткен баспасөз мәслихатында. Айта кетейік, бұған дейін министр депутаттың ұсынысына жауап берген еді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.